Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге алмалы бәліш, алма қосылған пирог дайындайтын боламыз. Өте тез әрі оңай дайындалатын пирогтың бірі. Алдымен духовкамызды қыздырып қоямыз. Сосын бізге керегі 3 жұмыртқа. 3 жұмыртқамызды ыдысымызға шағып саламыз. Және бізге 200 грамм қант керек. Қантты қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. 4-5 минуттай жақсылап араластырамыз. Ақуызымыз бен қантымыз толық араласу керек. Қант толықтай еріп, осындай кілегейлі қоймалжың пайда болу керек. Қантымыз жақсы еріді, жақсы араласты. Енді бізге 1 шымшым тұз және 150 грамм қаймақ. Менде қаймақтың проценті 20%. Сіздер қалаған процентте қоса аласыздар. Және силиконды күрекшемізбен осылай араластырамыз. Сосын 80 грамм сұйық май құямын. Бұл біздің пирогымыздың жеңіл әрі жұмсақ, сулы болып пісуіне көмектеседі. Сосын маған 250 граммдық ұн және 2 чайный ложка қопсытқыш керек. Екеуін араластырып, електен өткізіп саламыз. Електен өткізіп салған дұрыс, өйткені біздің пирогымыз жақсы көтерілміз. Және ысықталып туралған алманы араластырамыз. Енді осы дайын болған қамырымызды ыдысымызға саламыз. Менде 22 диаметрлік ыдыс және бетін алманы сопақша етіп туралған алмалармен сәндеп шығып, 180 градуста дайын духовкаға қыздырып 50-60 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Пирогымызды суығасын, бетіне осындай қант ұнтағын себезелеп шығамыз әсемдік үшін. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Және комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айнагүл.